Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен макпенен рулет жасау жолымен бөлісемін. Рулетіміз осындай үлпілдеген жұп-жұмсақ болып шығу үшін әуелі қажетті заттарымызды өлшеп аламыз. Ең әуелі 40 грамм қант өлшеп аламыз. 40 грамм қант бізге жетеді. Келесі қайнаған құлпынай шырынына 50 грамм макты салып алдын ала дайындап қоямыз. Үстіне нөлді басып сармай да салып жүреміз. 10 грамм сармай, 100 грамм ұн. Өз қалауыңызға қарай оның кез келген түрін қолдансаңыз болады. Мен бірінші сорт ұнды қолданып жатырмын. 2 дана жұмыртқаға 1 шымшым тұзды салып әдемілеп миксерлейміз. Миксерлеуімізге шамамен 2-3 минут кетеді. 40 грамм қантымды салып жіберіп жатырмын. Екі дана жұмыртқаға 40 грамм қантымыз жетеді. Жақсылап миксерлейміз. Асықпай, ең төмен скоростта шамамен 3,5-4 минуттай араластырамыз. Жұмыртқаны осылай ұзақ аппаратымызбен миксерлеп аламыз. Дайын болған кезде ақшыл сары болады. Сол кезде уже өлшеп алған заттарымызды қосып духовкаға саламыз. Духовка 160 градус 20 минутта пісіп шығады. Өлшеп алған 100 грамм ұнымызға шай қасықпен кішкентай ғана разрыхтитель салып араластырып жіберемін. Осылай дайындап қойып, дайын магымды сиробымен бірге сармаймен салып жіберіп, үстіне ұнды салып, барлығын араластырамын. Осы кезде пешімізді қосып, қыздырып қоя береміз 160 градуста. Қамырымыз дайын болды. Енді арнайы пісіретін ыдысымызға құйып, кішкене жазып жіберіп, пешке салғаннан кейін 20 минуттан кейін қайтып аламыз. 20 минуттың ішінде пісіп шығады. Дайын болды. Міне, енді жан-жағын кесіп алып тастап, құрғақ орамалымызға қойып, ыстық кезінде орап қоямыз. Рулет жасауымыз үшін осылай суымай тұрып орап қоюымыз керек. Шамамен 1 сағаттың ішінде суып болғаннан кейін қалауыңызға қарай арасына крем жағып шайға ұсыныңыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді үлпілдек болып шығады. Видеоны көңіл бөліп қарағаныңызға көп рахмет.